Сіздер бұл экспериментті үйде қайталамай қойыңыздар. Ой, балам. Мынау қандай жер? Мен түсінбей тұрғаным рас. Сіз кім боласыз? Киіміңіз бізде өзге ғой. Балам. Мен Пифагор боламын. Ұлтым грек. Математикалық фигураларды зерттеумен айналысамын. Пифагор. Біздің заманымызға дейінгі 570 жыл бұрын өмір сүрген Пифагорсыз ғой, иә? Балам, суда мен қай ғасырға келіп қалдым? Пифагор ата, сіз 20-шы ғасырға 2022 жыл жаңа Қазақстан Алматы қаласы Брент номерлі 13-ші мектепке келіп тұрсыз. Қандай әсем ғимарат, жерлері қандай әсем. О, ғажап. 15 ғасыр бұрын мен қолданған теоремам әлі сәулет құрылыс арасында қолданыста жүргенге қатты қуанып тұрмын, балам. Пифагор ата, сіз бұл теореманы қалай ойлап таптыңыз? Қандай ғажап, мен сіз көрмей қатты қуанып тұрмын. Сіз бұл теореманы дәлелдегеннен кейін қазір уақытта жаңа теорема дәлелденген жоқ. Ол үшін Нобель премиясы ұсынылып жатыр. Бірақ ешкім жаңа теорема ойлап тапқан жоқ. Балам, мен Нобельдің кім екенін білмедім. Бірақ осы теореманы дәлелдеуге қаншама уақыт сарп еттім. Білесің ба? 12 жасымда Египетке барып, сол елде 44 жыл осы теореманы дәлелдеп, ақырында тік бұрышты, үш бұрышты гипотенузасының квадраттары катеттерінің квадраттарына қосылса екенін дәлелдеп шықтым. Міне осылай менің теоремам дәлелденді. Пифагор ата, біз бұл теореманы өзгертусіз көптеген салаларда қолданамыз. Өзгертусіз. Біз сәулет өнерінде, құрылыста, астрономияда, мобильді байланыс орнатуда, қысқа жол табуда біз кеңінен пайдаланамыз. Сонда қалай? Не, Пифагор, қараңызшы. Теорема ол туғанға дейін мыңдаған жылдар бойы белгілі. Алайда теореманы алғаш дәлелдеген Пифагор болғандықтан теорема оның атымен аталды. Содан бері математиктер Пифагор теоремасын дәлелдеудің көптеген басқа жолдарын тапты. Соның ішінде қарапайым алгебралық әдістер де бар. Алдымен гипотенуза шаршысы тікбұрышты ұштұрышпен қоршалып, одан да үлкен шаршы құрылады. Үлкен шаршының ауданы L мен гипотенузаның квадраты арқылы есептеледі. Немесе төрт кіші үшбұрыштың аудандарын ішкі ауданға қосу арқылы анықтауға болады. Пифагор теңдеуін көрсету үшін бұл теңдеулерді біріктіріп, оларды қысқартамыз. Мұндағы С үшбұрыштың гипотенузасына тең. Пифагор теоремасы үшбұрыш қабырғасының ұзындығын анықтауда әлі күнге дейін қолданылады. Өзі қарапайым болса да, күрделі инженерлік және архитектуралық мәселелерді шешуде оның пайдасы өте көп. Математикадағы ең танымал теоремаға айналуда суда. Біз бұл теореманы осылаймен қолданамыз. Өте керемет. Балам, өте жақсы жасағасыз, өте жақсы дамыған. Мен сізге айтар соңғы тілегім, өзің өкіндірмейтін, опыл жегізмейтін істермен қарайлаңыз.
анық білмейтін істерді ешқашан істеуші болма. Аспаптық ысырапшылдыққа емес, керісінше қарапайым өмір сүруге дағдылан.